Біздің арнаға қош келдіңіздер. Ертегілер әлеміне бірге саяхат жасайық. Лайк басып, арнаға жазылып, жаңа видеоларды бірінші болып көріңіздер. Айдар есімді бала бар екен. Ол ғарышқа ұшуды армандайды. Күнде түнде аспанға қарап, жұлдыздармен сырласып, олардың сыры мен ғажайыптарын білгісі келетін. Бір күні Айдарға күтпеген жерден белгісіз планетадан хат келді. Хатта былай жазылыпқан екен: Айдар, бізге сендей батыл және тапқыр бала қажет. Ғарышта біздің планетамызды сақтап қалу керек. Бізге көмектес, сенің ғана қолынан келеді. Айдар ойланып жатпай, тез дайындалада бастады. Ол үлкен зымыранға отырып, алыс планеталарға қарай бет алды. Әлемде түрлі ғажаптарды көрді, бірақ ең маңыздысы, ол жамандық жасайтын метеор айдаһармен кездесті. Айдар тез қимылдап, өзінің кемесін айдаһарға қарсы бағыттады. Бірақ соғыстың орнына Айдар оған жақындап, неге жерді және басқа планеталарды бүлдіріп жүрсің? Біз дос болайық, деді. Айдар бұл ұсынысты естігенде ойланып қалды. Сөйтіп, ол жерді қиратып, метеорларды бағыттаудан бас тартады. Айдар мен айдаһар дос болып, бірге ғарыштың түрлі құпияларын зерттей бастады. Айдар үйіне оралғанда, бәрі оны батыр ретінде қарсы алды. Ол енді тағы да ғарышқа барып, басқа да ғалымшарларды зерттеймін, деп жолға аттануға дайындықты бастады. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер KZ сайтында таба аласыздар.